Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, сәлеметсіңдер ме менің кішкентай балапандарым. Қал жағдайларың қалай? Балалар, бүгін бізде аптаның 4-ші күні, яғни бейсенбі, ақпан айының 18-і екен. Балалар, бізде қазіргі болатын сабағымыз коммуникация саласы бойынша сауат ашу сабағы. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп алайық. Дос болайық бәріміз, жарасып тұр әніміз, тыныштықты сақтаймыз, атсын күліп таңымыз. Балалар, өткен сабақтарда танысқан әріптерімізді есімізге түсірейік. Жарайсыңдар балалар, керемет, әріптердің барлығын жақсы жаттаппыз. Олай болса балалар, мен сендерге жұмбақ жасырайын, шешуін тауып көріңдерші. Қызықтырып әркімдақ, суда жүрер жалтылдап, Б әрпінен бастаған, сол жәндіктің атын тап. Жарайсыңдар балалар, бұл жұмбақтың шешуі балық екен. Олай болса балалар, бүгін біз сендерменен Б дыбысы және әрпімен танысады екенбіз. Бүгінгі сабағымызда Б дыбысының дауыссыз дыбыс екенін білетін боламыз. Сурет бойынша зат атауларын дұрыс атай аламыз. Сөздегі Б дыбысының орнын ажыратуды үйренеміз. Б дыбысы ұяң дауыссыз дыбысқа жатады. Б дыбысын көк текшемен белгілейміз. Б дыбысы сөздің басында, сөздің ортасында кездесе береді. Б дыбысы бақа, балық, бота, бидай сөздерінде сөздің басында кездеседі. Ал қаңбақ, домбыра, бұлбұл, абай, абылай сөздерінде сөздің ортасында кездеседі. Қазақ тілінде Б дыбысы сөз соңында келмейді. Тек орыс тілінен енген термин сөздерде ғана сөз соңында кездеседі. Келесі бейне жазбаны бірге қарайық. Б әріпі. Б әріпі. Бұлт. Бұлт. Бесік. Бесік. Бөпе. Бөпе. Балапан. Балапан. Бұғы. Бұғы. Бақа. Бақа. Балық. Балық. Барыс.
Барыс. Бүркіт. Бүркіт. Байрақ. Байрақ. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бауырсақ пен құрт. Бір күні апам бауырсақ пісіріп, құрт қайнатты. Сөйтіп балалар бауырсақ пен құрт ең қадірлі орынға қайсымыз лайықтымыз деп таласып қалды. Құрт барды да сөренің жоғарысына шығып алды. Ал бауырсақ болса балалар дастарханның дәл ортасынан жайғасып алыпты. Мінекей балалар, дастарханға алдымен нан қою дәстүрі осыдан басталған екен. Екінші тапсырма. Суреттен Б дыбысы естілетін зат атауларын ата. Қазан бетінен аспанға ұшып жатқан не? Зат атауларын буынға бөліп, дыбыстық талдау жаса. Тамақ сөзіндегі М дыбысын басқа дыбыспен алмастыр. Сонда апаңа қандай ыдысты сыйға тартуға болады? Есіңде болсын. Ас атасы нан. Үшінші тапсырма. Бауырсақ неден жасалған? Б дыбысы бар сөзге дыбыстық талдау жаса. Ең алдымен егін ергетін алқап жыртылады. Жыртылған жерге бидай дәні себіледі. Бидай дәні балалар жаз бойына диқаншылардың күтіп баптауыменен күзге дейін әдемі болып өседі. Өскен бидайды күзде комбайншылар орып алады екен. Орылған бидайды диірменге әкеледі. Диірменнен бидайдан әппақ ұн тартылады екен. Ұндарды наубайханаға апарады. Ал наубайханада ұннан қамыр илеп, түрлі-түрлі нандарды пісіреді. Одан кейін балалар нандарды дүкенге алып келеді. Дүкеннен нанды біздер сатып алып, дастарханға қояды екенбіз. Ал енді балалар шаршаған шығармыз. Сергіту сәтін жасап. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнап. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Жарайсыңдар балалар, бір сергіп алдық. Енді балалар қолымызға қалам алып, Б әрпінің баспаша түрін әдемі ұқыпты қылып жазайық. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз сендермен Б дыбысымен таныстық. Б дыбысы ұяң дауыссыз дыбыс екен. Б дыбысын біз көк түсті текшемен белгілейді екенбіз. Осымен біздің бүгінгі сауат ашу сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.